Сәлем достар, бүгін жаңа сөздерді оңай әрі тез жаттау жолдарымен бөлісетін боламын. Негізі, егерде бір сөзден жаттайтын болсаңыздар, сіздер оны есте сақтау үшін, жақсылап естен шықпайтындай сақтау үшін оны қайталап тұру керек. Мысалға, бүгін сіз ол сөзді жаттадыңыз, 2 сағаттан кейін қайталадыңыз, 2 күннен кейін қайталадыңыз, 2 айдан кейін қайталадыңыз, 2 жылдан кейін қайталадыңыз. Яғни, қайталап тұру керек міндетті түрде. Енді жаңа сөзді мысалға естен шықпайтындай қылып сақтап алғыңыз келсе, мысалға бізде бір методика бар. Ол методика бойынша мысалға бізде бірінші дыбысталуы қажет. Мысалға мына жерде көріп тұрған ағылшын сөздері берілген. Бірінші сөз ол бізде run. Run дегеніміз ол жүгіру, оның дыбысталуы өз ана тіліңізде дыбысталуы, орыс тілінде немесе басқа өзге тілде, қай тілді біледі, сол тілдегі дыбысталуы мен дыбысталуы ұқсас сөзбен байланыстырасыз. Мысалға, run, ол менде орыс тіліндегі рана деген сөзбен дыбысталады, яғни қанау, рана деген. Одан кейін бір ситуацияны ойымызда елестетеміз. Мысалға, ран ол жүгіру болса, ранамен мысалға бір адам қолы қанап жүгіріп бара жатыр. Одан кейін сіз сол ситуациядағы сезім, мысалы қатты жүгіріп бара жатыр, ода қорқыныш сезім болуы мүмкін, ода ашулы сезім болуы мүмкін, сондай сезім. Мысалға, рана ол не? Жүгіру, жүгіру. Келесі сөз ол бізде car. Car дегеніміз ол көлік, машина дегенді білдіреді. Ол дыбысталуымен қандай сөзге ұқсас? Мысалға, car дегеніміз ол қарғалар. Car деп айтады, қарғалар. Қарғалармен мысалға мен байланыстырдым. Бір ситуацияны елестетеміз. Мысалға, қарға машинаны айдап кетіп бара жатады. Немесе қарға бір көліктің үстінде отырады. Мысалға, қарға машинаны айдап кетіп бара жатса, мысалға біреуде сезім болуы мүмкін. Түсінбеушілік сезім болуы мүмкін, ашулы сезім болуы мүмкін, қорқыныш сезім болуы мүмкін, немесе біреуге бұл күлкілі болуы мүмкін. Қарға, car дейді, car ол машина, қарға машинаны айдап кетіп бара жатыр. Келесі бізде sand сөзі. Sand дегеніміз ол бізде песок. Sand сөзі мысалға менде сэндвич деген сөзіне ұқсас болады. Мысалға, сіз бір жаңағыдай пляжда отырсыз, коробканың ішінен жаңағыдай сэндвичті алып, енді жейін деп жатқан кезде сэндвичіңіз құмның үстіне түсіп кетеді. Сізде қандай сезім пайда болады? Ашу, ыза пайда болады. Себебі сіз оны жеп үлгермедіңіз, ол құмға түсіп кетті. Sand, сэндвич, ол sand құм дегенді білдіреді. Tall дегеніміз ол ұзын деген мағынаны білдіреді. Қазақ тілінде tall болса тал, ұзын, талды көріп тұрсыз. Өте бір ұзын талды көріп тұрмын. Менде жаңағыдай бір таң қалу, қандай ғажап тал деп, мысалы, таң қалу сезімі болады. Tall, ол ұзын деген мағынаны білдіреді. Shut, жабылу дегенді білдіреді. Мысалға, shut сөзі қандай сөзбен мысалға елестетсек болады? Shut. Шатерға ұқсайды, шатер дегенге ұқсайды. Шатер, мысалға бір шатерді көріп тұрсыз, сол шатерға сіз барғыңыз келеді, и бара жатқан кезде шатер алдыңыздан резко жабылып қалады. И сізде бір шоковый ситуация болады, алдында резко жабылып қалады, сен бір қорқыныш, мысалы, шок алып қаласың. Ол шат, жабылу, шатер, шат, жабылу дегенді біледі. Win, ол побеждать, победитель, яғни жеңу, жеңімпаз дегенді білдіреді. Win сөзі мысалға Винни-Пухпен менде жаңа елестетсек болады, дыбысталу. Винни-Пух, win, бір Винни-Пух жаңағыдай мед жеуден жарысып, жаңағыдай әрине ол жеңіп алды, кубок ұстап тұр, немесе медін ұстап тұр. Винни-Пух, win, жеңу. Енді қазір мен сөздерді айтып шығамын, сіздер соның ағылшынша атауын жаңағыдай айтып өтіңіздер, қаншалықты сөз сізде есте қалды. Көлік, жаңа біз не дедік? Қарғамен елестеттік. Қарға ол не істеді дедік? Көлікті айдап жатты. Қарға не дейді? Car дейді. Көлік ол car. Құм, жаңа біз құмда не істедік? Сэндвич деп отырық, ол құмға түсіп кетті. Сэндвич, значит, құм, sand болады. Келесі сөз, ұзын. Ұзын жаңа біз не көрдік? Ұзын талды көрдік. Тал, ұзын,
tall болады, иә. Жүгіру, жаңа біз немен елестеттік? Қолы қанап, қолында ранасы бар адамның жүгіріп бара жатқанын көрдік. Рана, жүгіру, run болады, иә. Жабылу, жаңа біз не елестеттік? Шатер, иә. Шатер алдымызда жабылып қалды. Шатер, жабылу, shut, иә. Shut up деп айтамыз біз, аузыңды жапшы деген секілді, иә. Келесі, победитель, жеңімпаз, жеңу. Кімді жеңді дедік біз? Винни Пухты жедік, иә? Винниді, иә? Винни жеңіп алды. Жеңу, значит, win болады, иә? Керемет, осы ережеге сай сөздердің барлығын кішкене фантазия керек, кішкене уақыт керек. Осыған сай жаттасаңыздар, оңай әрі тез есте қалады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.